Математика 1 сынып, 109 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Сандарды салыстыру. Сабақты бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, бірінші тапсырма. Суретке қара, әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сана, сандарды ата дейді. Олай болса, балалардың қолындағы таяқшаларды санайық, сандарды айтайық. Қайсының таяқшасы көп, сандарды өсу ретімен ата, сандарды бірге атты, сандарды бірге кеміт, осы сандардың көршілерін ата дейді. Ең алдымен мына сандарды санайық. Мына жерде бумада тұрған ол ондықты білдіреді, яғни 12, 14 және 11. Яғни балалардың қолында 12, 14, 11 таяқшадан бар. Енді сандарды өсу ретімен атаймыз. Сандарды өсу ретімен атайтын болсақ, өсіреміз 11, одан кейін 12, одан кейін 14. Сандарды бірге арттыр дейді. Мына жерде 11-ді бірге арттырамыз, яғни қосамыз деген сөз 12 болады. 12-ні бірге қосамыз 13 болады. 14-ті бірге қосамыз 15 болады. Сандарды бірге кеміт дейді. Енді азайтамыз. 11-ден 1 азайтамыз 10, 12-ден 1 азайтамыз 11, 14-ден 1 азайтамыз 13. Енді осы сандардың көршілерін ата дейді. Яғни 11 санының көршісі 12, оның алдында 10 бар, е. 12 санының көршісі 11 және 13, 14 санының көршісі 13 және 14. Сол себепті мен 11-ден бастап 15 сан аралығындағы барлық сандарды жазып қойдым. Бұл сандардың барлығы 2 таңбалы санға жатады. Келесі екінші тапсырма есепте дейді. 14-ке 1-ді қосамыз, 15 болады. 14-тен 14 азайтамыз, 0 болады. 14-тен 0 азайтамыз, 14 болады. 14-тен 1 азайтамыз, 13. 16-дан 6 алсақ 10, 20-дан 2 алсақ 18-ге тең болады. Үшінші тапсырма 20-ға дейінгі жұптап сана, сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Енді мына жерде біз 2-2-ден жұптап санаймыз. Бірінші бізде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Егер де біз жұптап санайтын болсақ, осылай 2-2-де қосып отырамыз, бұл жерде 20 балық консервісі бар. Енді сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Өсу ретімен жазатын болсақ, мінекей мынау 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 бұл өсу ретімен, кему ретімен болатын болса 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, 4, 2 болады. Яғни бұл жерде балалар мен тек жұптап қана өсіріп және жұптап қана кему ретімен атап шықтым. Төртінші тапсырма салыстыр. 10-ға 9-ды қосамыз 19, 10-ға 3-ді қосамыз 13, 19 артық. 14-тен 2 азайтамыз 12, 20-дан 2-ні азайтамыз 18, 18 бізде артық болады. 18-ге 2-ні қосамыз 20, 20-дан 8 азайтамыз 18, яғни бізде 20 саны артық. 10-ға 2 қосамыз 12, 13-ке 3-ті азайтамыз 12. Бұл жерде тең. 10-ға 7-ні қосамыз 17, 19-дан 2-ні азайтамыз 17. Бұл жерде де тең. 20-дан 9 азайтамыз 11, 10-ға 1 қосамыз 11. Бұл жерде де тең белгісі қойылады. Бесінші тапсырма кел ойнайық деп аталады. Санның орны мен қатарын жасырып, бұл санды тапқан бала төмендегі жоспар бойынша сол сан туралы айтып берсін дейді. Мысалы, мына жерде кез келген бір санды досыңа жасырасың. Бірінші қатар бірінші орын, немесе бірінші қатар үшінші орын. Менің жасырылған саным 3 болсын, е? Ойша 3-ті ойда сақтап тұрасың, балаға айтпайсың, бала өз табу керек. Ол бала бұлай айта алады. Бұл бір таңбалы сан, бір таңбалы сан. Санның көршілерін атайды, мысалы 2 және 4. Санның құрамын айтайды, 2 және 1, 1 немесе 2 деп айтуға болады. Осымен сабақты аяқтаймыз, келесі кездескенше.